Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін көкөністі манты пісіреміз. Ол үшін бізге жуа 1,5, одан кейін 2 картоп, 1 сарымсақ, 1 морковь, 1 тыква керек болады. Онымен қатар тұз, бұрыш, етіміз керек болады. Менде майлы ет. Осылай. Одан бөлек қырын илейміз. Қамырын илеу үшін бізге тұз, су керек болады. Қамырын илеп бастап жатырмын. Тұзын салып қойдым. Осылай илеп аламыз. Оны бөлек ыдысқа дайындаймыз. Қамырымыз иленіп болды. Енді 15-20 минутқа тұндыруға қоямыз. Бұдан кейінгі кезекте біз салмасын дайындаймыз. Ол үшін етіміздің үстіне асқабағымызды тураймыз. Одан кейін картошкамызды тураймыз. Одан кейін жуамызды тураймыз. Оның үстіне сарымсағымызды тураймыз. Одан кейін бұрышымызды, көңіл қалауымызша бұрышымызды саламыз. Сосын тұзымызды саламыз. Араластырамыз әбден. Одан кейін кезекте морковімізді саламыз, сәбізімізді, яғни барлығын мұқият араластырып шығамыз. Етімізбен қосып, менде етіміз майлы, неден ертерек шығарып қоймағам, сондықтан кішкене пышақтың көмегіне жүгіндім. Алдын ала шығарып қойып, мұқият араластырасыздар. Сонымен біздің салмамыз дайын. Енді немізді пісіреміз. Араластыру процесі. Бұдан кейін манағы тұндырып қойған қамырымызды тағы да басып үстінен илейміз. Одан кейін оны жазып, қамырымызды жұқа не қыламыз. Дөңгелек дейді, біреулер зуа дейді. Мен өзім зуа деген жақсы көрем. Дөңгелек негізі дөңгелекке айналдырып, керек формамызға, керек пішінімізге астақтаймыздың көлеміне қарай бөліп аламыз. Осылай. Міне енді нанды ысып жатырмын. Оқтаудың көмегімен жұқа қамыр қылып ысамыз. Дөңгелектерді ысамыз жұқа қамыр қылып. Isып болғаннан кейін осындай қамырымызды бөлшектерге бөліп аламыз. Көңіл қалауымызша 4 бұрышты қыласыз ба, дөңгелек қыласыз ба. Дайын болған салмамызды салып, мантымызды бүреміз. Ешқандай қиындығы жоқ. Міне. Қасықтан салсаңыз болады, 2 қасықтан салсаңыз болады. Өзіңіз білесіз. Міне осылай салмамыз салғаннан кейін бүгеміз. Өзіме осылай бүккен ұнайды мантыны. Маған қызым көмектесіп жатыр бұл жерде. Мен видеоға түсіріп жатырмын. Екеулеп видео түсіріп жатырық. Сіздерге аз болсын. Өте оңай. Басқа да тамақтардың рецептілерін саламын. Каналымда көптеп кездесетін болады. Тек қана рецепті емес. Басқа да қызығатын салаларыңыз болса, көптеген өміріңізге қажетті дүниелеріңізді менің каналымнан алсаңыз болады. Тек қана тамақ емес. Осылай міне пісіреміз бүрдік. Мынандай ортасын бекітіп тастасаңыз да болады. Ненің кезінде егер қалып қойып
сөйтіп мұқияттап бүгіп шама келгенше ашық жерін қалдырмағаныңыз жақсы. Ашық жері қалмаса жареный манты қылуға да болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Тесті жұқа, жұмсақ. Ол міне піскеннен кейінгі мантымыз. Ас болсын, ұнаса лайк басыңыз.